Иә, күн өткен сайын өсіп жатқан рубльдің Қазақстан экономикасына әсер ететіні сөзсіз. Осы мәселені талқылау үшін бізбен экономист Мақсат халық байланысқа шыққалы отыр. Мақсат мырза, кеш жарық. Кеш жарық, сәлеметсіздер ме? Мақсат мырза, сізден сұрайықшы, енді 1 рубль 8 теңгеден асты. Өзіңіз білесіз, біз Ресейге экономикалық тұрғыдан тәуелділігіміз бар. Барлық тауар Ресейден келеді негізінен. Енді баға тағы қымбаттайды деген сөз бе бұл? Иә, бұл бағаның тағы өсетіндігінің нақты көрінісі. Енді оның плюс жағы да бар, ол тек қана Ресейге тауар өткізетін азаматтар үшін. Қандай компания болсын, кәсіпкерлер болсын, Ресейге тауар өткізетін азаматтарға бұл тиімді болмақ. Өйткені Қазақстанның өнімдері бұл тұрғыда кішкене бәсекеге қабілеттірек болады. Дей тұрғанмен біз Ресейден тасымалдап отырған тауарларымыз өте көп. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 42% шетелдік Қазақстан импортының 42% үлесі Ресейге тиесілі болған. Сонда шетелден 2 тауар келсе, екеуінің біреуі Ресейден келді деген сөз. Қазір енді биыл ол келіп жатқан тауарлардың көлемі азайды, дей тұрғанмен, әлде де өте көп тауарлар біз Ресейден тасымалдаймыз. Демек сол тауарлардың бағасы ертең қымбаттап келеді деген сөз. Сөзіңіз аузыңызда, кешіріңіз. Мына нәрсені сұрағым келеді. Енді тауардың жаңағы бізге келетін импорттың саны көп екенін өзіңіз жаңа сөзіңізде айттыңыз. Біз енді қашанғы Ресейге тәуелді бола береміз? Көрші елден келетін тауарды өзімізде өндірсек болмай ма сонда? Әлде әлеуетіміз жетпей ме? Белгілі бір дәрежеде өндірістік қуатымыз жетпейтін тұстар да бар. Құрылыс материалдарында бәрібір де біз Ресейден көбірек тасымалдауға мәжбүрліміз белгілі дәрежеде. Демек, бұның тұрғын үй нарығына да кері залал болайын деп тұр. Арматуралардың қымбаттауы, бетондардың қымбаттауы деген сияқты. Және де бұл тұрғыда бірден айту керек, Қазақстанның үкіметі үшін өте маңызды дүние жасайтын осы Ресейден келетін өзімізде өндіруге мүмкіндігі болатын тауарларды көбірек өндіруге көңіл бөлу. Дей тұрғанмен сол арматураның өзі бізде де шығарылады. Бірақ та оның елін қамтамасыз етуге өндірістік қуаты жетпей тұрады. Сондықтан да осы жерде Қазақстанның үкіметінің ең маңызды міндеті осы өнімдерді өзімізде өндіруге ден қою. Және де отандық өніммен толығымен қамтамасыз етуге үлес қосу. Сол кезде ғана бізде импорттық инфляцияның құны кетеді. Қандай да бір валюталық өзгерістер болып жатса, біз сырттан келетін бағамға және оның бізге келтіретін тауарлардың бағасының өсіміне тәуелділігіміз азаятын болады. Мақсат мырза, жаңа арматура төңірегінде айтып қалдыңыз ғой, енді одан бөлек пайыздық үстемемен я болмаса нақты тауарларды айта аласыз ба? Бізде алдағы уақытта осы дүниелер қымбаттауы мүмкін деген сияқты. Қандай болжамдар бар? Иә, бұл әсіресе тұрмыстық химия заттары біз Ресейден өте көп тасымалдайтын, тіпті жаңағы балалардың жаңағы сместер бар, жаңағы беретін сүтті ес беретін йогурттар бар, көбінесе шетелден алып келетін, осы Ресейден келетін өнімдердің қатарында. Тіпті мысықтардың жаңағы алатын жейтін тағамдары, соның барлығын көбінесе шетелден алып келеді. Оның ішінде Ресейден мынау порошоктар, доместісі бар, басқасы бар, өте көп гигиеналық заттарды да біз Ресейден тасымалдап келдік осы уақытқа дейін. Сондықтан да әрине осы тауарлардың белгілі дәрежеде қымбатшылығы байқалатын болады. Қымбаттайды дедіңіз, ал неше пайызға қымбаттауы мүмкін? Қалай ойлайсыз? Енді біз қарап отырсақ, мысалға көктемнің басында рубльда 4 теңгеге дейін жеткен болатын. Қазір қарасақ, мінекей 8 теңге. Демек, оның өзі 30-40% көлемінде жоқ деген кезде бір қымбатшылықтың болатындығын көрсетеді. Сондықтан да қазір енді бір плюстер бар, ол Ресейден көптеген компаниялар кетіп жатыр. Өздерінің өндірістерін тоқтатып, мысалға әлемдегі Danone, IKEA сияқты компаниялар. Демек, біз енді бұл тауарларды қазір тікелей логистикалық тізбек өзге елдерден тасымалдау жағын қарастырып жатырмыз. Дей тұрғанмен, жол шығындары, жаңағы кеден баж салықтарының болуы, Евразиялық экономикалық одақтың өзінің регламенттері қоятын техникалық. Оның барлығы бәрібір сол тауарлардың бағасының қымбатырақ болып келуіне қазір әсер етіп жатыр. Сондықтан да біз қазір халықтың қымбатшылықты қатты сезе бастағандығы да осыдан. Жай ғана қанттың өзін қарай беріңіз. Мысалға қазір неге қымбаттап жатыр? Себебі ішкі отандық өндіріс толық қамтамасыз ете алмай отыр. Сондықтан да амал жоқ, шетелден алып келуге зәруміз, және де оның бағасының шарықтап қымбаттап жатқан себебі де осы.
Иә, Мақсат мырза, рахмет. Жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып өттіңіз қант мәселесі төңірегінде. Оған қатысты біз арнайы материал дайындаған едік. Уақыт бөлгеніңізге рахмет.